Ме телеканалының жанлы эфирінде хаберлер. Селам алейкум, урметли сәрджілер. Студияда мен Лилия Виджалчалышам. Қырымда чоқ функциональ мерkezлерде қанунсыз невбет ақында малюмат тешкірілі. Выявлены все фамилии мошенников, выявлены все фамилии недобросовестных граждан, которые пытаются формировать списки, очередь и так далее. Официальными письмами все передано в правоохранительные органы. Бүгін соңғы группа ажылыққа ел алды. Очень я счастлива. Я так счастлива. Это неописуемо счастлива. У меня радость, я вот радуюсь тому, что меня Аллах пригласил к себе в дом, в хадж. 22 бинден зияде Қырым балалары бірінші сыныфқа қатына башлайжақ. Мы следим и четко контролируем, чтобы не было запрета или там не предоставления возможности обучения на крымско-татарском языке. Өз 95 елғыны Кефе шәрінің сакина Анна Зеленина қайт ете. Люблю людей. У меня очень много друзей. Если бы вы знали, сколько сегодня было звонков. Бұл видегер меселелер ақталев қаларны яйнымызда сер ете білесіңіз. Қырымда чоқ функциональ мерkezлерде қанунсыз невбет ақында малюмат тешкірілі. Оқу қорчалайжы органлар бөле бір вақиянен мерақландылар. Ялта полисін қадимлері эмыш яланжыларны месулетлікке чекмеге рет еткенлер. Чоқ функциональ мерkezін қадимлері айталар ки бір қач шақыз қанунсыз невбетлеріні тешкіл етелер. Хатырлатамыз, Қырым чоқ функциональ мерkezінің реберлігі білдірді ки Жұмхуриятының бір қач жерлерінде векөлерінде яланжылар чалыша. Олар айтқанына көре инсанлар невбетеке ерлеріні саталар. Бу кадрлар керечте чықарылған еді. Бөле невбетлер чоқ функциональ мерkezлерде бар. Ачувлы қырымлылар онлар же видеоларны ичтимай ағларда ерлештірелер. Кемер филиалларда атта көтеклер олды. Ве пенжерелер сындырылды. Невбеттеки тавсилиятлы видеоны Ахмежжит чоқ функциональ меркез бөлігінің мудиры нешшір етті. Бу кадрларда яланчылар невбетлерні тізелер. Қырым чоқ функциональ мерkezінің мудиры Ольга Макарова эмин. Бұ невбетлер суни шекілде яратыла. Айтаки, шымды о ерлерні сатып пара қазанған инсанлар еле фаал күреш алып барыла. Бұна жевап оларақ белгісіз инсанлар Ольга Макарованың ресімі еле кяғытны дарқаттылар. Анда о өзі невбеттеки қалабалықларының тешкілячысы ола деп языла. За прошедшую, можно сказать, неделю нами выявлены все фамилии мошенников, выявлены все фамилии недобросовестных граждан, которые пытаются формировать списки, очередь и так далее. Официальными письмами все передано в правоохранительные органы. Правоохранительные органы активно подключились, в общем-то, включились в работу, и сейчас ведется работа именно по борьбе с этими очередями, со списочниками. Шатлар айтқанына көре бөле невбетте бір талонын фияты 3000-ден 7000-ге ола біле. Буадиеш. Яланжылар эркезден эвел электрон невбет алалар, вегерлеріні башқаларға саталар. Мына бөле кыбы иланлар бүтін Қырымның чоқ функциональ мерkezлерінде асыла. Анда жетвелерге бинадан тыш yazılmanız деп тенбейлейлер. МФЦ бөліклері бұна қарашлы дегілер. Гражданлар электрон невбет талонлары бойынша қабыл етіле. Алушта бөлігінің мудиры Владимир Ларионов бөле яланчыларны фотоға чекті. Мұндан соң қадынлар оның еле сүбетлештілер. Подошли ко мне вот эти две женщины, которые вот постоянно сдают документы от граждан. И они спросили меня, что на основании чего и зачем вы делаете эти съемки вот эти. Вот тут разговор у нас, завязался разговор, и был не сильно большой, но тем не менее в конце разговора они сказали, что мы вам создадим и большие проблемы. Владимир Ларионов энді оқу қорчалайжы органларға ариза язды. О жинайы иш açılmasını талап еті. Полис қадимлері тешкірів кечірмеге ваде еттілер. Чоқ функциональ мерkezінің векелері гражданларыны диққатлы олмаға чағыралар. Бүтін эксиклер ақта оқу қорчалайжы органларға хабер етмек талап етіле. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет Ичон. Украин дипломаты четтел спортшыларыны жинайы тақыплерінен қорқуза. Қырымда клиф-дайвинг буюнжа халқара ярышларының іштиракчылары буна уйгун мектуплер алдылар. Америка Қошма Штатларынан, Британиядан, Колумбиядан келген спортшыларыны жезаламаға ваде еттелер. Евелке мәліматларға көре ярышлардан тек 3 спортшы рет етті. Олар яраландық деген себепні сеслендірділер. Тешкілетчілар оларның ерлеріне башқаларына давет еттілер ве турнир план бойынша кечежек.
Қырым елбасшысы Сергей Аксенов қайт етті ки ярамада бүтін дүнияның экстремал спортчылары үшін мерақлы ер олды. О бұл мәліметні өз Facebook сәйфесінде нешіратты. Хатırlatамыз, суға сычыравлар бойынша халқара ярышлар Қырымның Семейіс қасабасында Дива адлы дағда августның 25-інде кечмек керек. Украина-Русия гражданлары үшін кырыш низамыны да Азияде қатты етежек. Мемлекет реберлігі биометрик четел паспорты ве мақсус анкета толдырувылы ақта талаплар кірсетежек. Бұл ақта Украина акиметінің сайтында хабер етілем. Енді яқын вақытта Украина акиметі мемлекетке Русия гражданлары кіруінің яны низамы ақта қарар қабул етежек. Виза низамы кірсетілмейджек, ләкин башқа жиди сынырлар пейда олажақ. Берілген анкетада енді инсан өзі ақта мәлімат шу жүмледен зенаты ве çalışқан ері ақта язмақ керек. Бұндан ғары мескен ерлерге бармақ мақсады белгіленмелі. Кележекте бөле мәлімат бір ай евесі теслим етілме керек олажақ. Истисна ажиле аллар, мисал үшін яқын сойның хасталығы яда өлімі. Анкета украин яда инглиз тілінде толдырылмақ керек. Крым автодор идаресінің хадимлері кечкен яры ел девамында yollarının 640 bin kvadrat метрны тамир етіп етіштірділер. Бұны информацион саясет идаресі хабер еті. Августның 21 күніне Крым автодор филиаллары yol ортосының нұқсанлықларыны yok еттілер. Бұл Крымның регионал ве муниципаль ара имет ташыған yolları. Бүгін чоқысы Қырым мұсылманларының арзулары амелге кечіралды. Соңғы группа жылыққа yol алды. Бір қач сааттан соң олар Меккеге қонажақлар. Қырым ажылларыны мұхбиріміз Сабрия Халиляева озғарды. Бүгін Қырымдан ажылыққа соңғы группа чықа. Группа 35 инсандан ибарет. Біріншіден мұсылманлар Ростов-на-Дону, соңыра Стамбулға ве Мұқаддес Меккаға барып чықажақлар. Гүлбия Сизетова үшін 2017 сене эбеди тарихта қалажақ. Оның ескі арзусы амелге кечежек, о ажылыққа баражақ. Гүлбияс ханым емин Сауди Арабистанға сияхат да учаққа отырмаздан евел башлана. Ажылық Аллахқа ибадеттен башлана. Юджарабеміз оңа бұйық идея бақшыш етті. Ода рызық, ода қысмет. Алла Тағала бізге берген рызық хидие, мына қолымсаға хидие, мен сені тебіреклеймін Алланы евіне. Ана шу қысметке біздер ең шаслымыз, ең бақытлымыз. Бүгін Алла Тағаланың алдына баражақмыз. Мен істеймін ке жүм не мұсылман умедіміз барғанлар, епсі оз ниет мұрадына жетіп, ибадетлерімізді япып, Алла Тағаланың разылығымен сау селемет өз жұртымызға ветанымызға қайтып келмей қысметсін иншалла. Диляра Велиляева Мұқаддес ерге бармақны 4 ел бекледі. Оның фікіріне көре бұл ел иманны қавелештірер. Чүнки Құранда язылғаны кібі ажылыққа бармақ ер бір мұсылманның боржыдыр. Açıklık verip o ibadetlerimizni becerip gelmege ve Allah'ım Rabbim bizlerge bu dünyada mambetlikte, birlikte, merhametlikte ve küçülükte bolup yaşamağa nasip eylesin. Cümlemizge sağlık, selametlik. Erdayım bir-birimizge hürmet bildirek. Ya Rabbi Allah'ım bizlerini dünyamızga tınçlık versin. Yol açıq. Herkesin kollarında çet el pasportlar, acılar çantaları ve iyi niyetler. Bu yıl Muqaddes yerlerge 400'ge yakın insan baracak. Bu evvelki yıllarga bakkanda 3 kerege ziyadedir. Saudi Arabistan'da Müslümanlar 3 hafta bulunacaklar. Müslümanlar acılıkka bargan son endi Kırımga Mekka'dan sentyabr 10 günü qaytacaklar. Sabriya Halilayeva, Edem İsmailov, Millet için. Ялта шәрінің сәкені Гослото лотереясында 6 миллион рубле пара мүкәфатына қазанды. Девлет лотереялары истиясына бинайын Ялта шәрінің бақтлы сәкені Русияде 347 миллионер ве Қырымда 8 бақтлы инсан олды. Бүгін күнге Қырымда абсолют рекорд 14,5 миллион рублелік ғалибе олды. Оны Қырым сәкені 2016 сене апрелінің 2-де елді етті. Бұл сене мектеплерде ралелер огүне отырған бірінші сынып талебелерінің сайысы рекорд сайыла. 22 бинден зеде Қырымлы балалар бірінші сыныфқа қатына башлайжақ. Бұл кечкен сенеге бақында 3 бинге зеде. Бұл ақта бүгін матбуат конференция кетішатында Қырымның тасыл өлім вегеншілер назары хабер етті.
Бүгін Қырым Жумхурияты тәсіл назиры Наталья Гончарованың матбуат конференциясы кечті. Корешевның эссас мевзусы Қырым мектеплері оқу филына азырлығы олды. Сонки малюматларға көре 22,5 бин бала бірінші сыныфта оқуйжақ. Қырым үшін бұл сонки 20 ел давамында рекорд сайыдыр. Бұл ярым адада демографик ве миграцион жерянларынан бағылы. Мектеплерде ана тілінде оқу куланмалар етішмемезлігі меселесі бұл оқу филда чезілді. Мы следим и четко контролируем, чтобы не было запрета или там не предоставления возможности обучения на крымско-татарском языке по городам и районам. По обеспечению учебниками мы 1 и 4 классы обеспечены в полном объеме, и до конца этого года будет издан оригинальный учебник крымско-татарского языка и крымско-татарской литературы. Оқув мөссеселер талебелерні қаршыламаға азырланған вақыт, ана бабалар ве балалар мектепте керек олған шейлерні сатын алуы или ограшалар. Мы готовы к учебному году, мы уже все купили. Тяжело было покупать? Нет. Не, по сравнению с тем годом дороже, конечно. У меня 5 детей, и цены на школьные продукты очень дорогие. В Донскую школу мы на класс давали 500 рублей на ремонт класса. В основном все осталось так же, но некоторые предметы от поставщиков даже вот в этом году было видно четко. В начале сезона были цены чуть ниже, спустя там следующая уже партия, когда приходит, то чуть на 10 рублей как минимум дорожает. Бұл оқув елында ярымадада 431 мектептен эвел мөссесе, 500 орта тәсіл мектеп ве 16 интернат мектеп талебелерге өз қапыларыны ачажақ. Яны оқув елына азырлық анды сонуна келеята. Мектеплер талебелеріні қабыл етмеге азыр. Ана бабалар ве мектеплелер Эйджан или сентябрьдің 1 күніні беклейлер. Арзы Хасьянова, Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет үшін. Бүгін Исмаил Гаспринский адына Жумхури китапханемізде Зиманеви Қырым-татар шайыр Шырьян Алинын 80 елғына бағышланған сергі açılды. Шыарның Мерджан сатырлары адлы сергіде шыари жиынтықлар ве газетлерден Шырьян Али ақында мақалелер тақдим етілді. Жиынтықлар шыарны назмиеттей ос юлыны тапқан инсан кыбы тасвир еті. 1995 сенесі Шырьян Али Қырымға қочып ән мақсудлар шәрлерінден бірі олды. Бұл күнге қадар о яш истидатларының эдеби илхам клубында реберлік еті. Çok şairler, yaş şairler Şiryan Ağa'nın eli tubundan ostler, buyudler, kavileşler ve onun desteği bu ilham klubunun işletilmesine ve yürümesine Şiryan Ağa'nın desteği gayet büyük. Пещерный города адлы марафон августның 19-да Бахчисарай районында олып keçті. Чапув ве трейл-ранинг бойынша ярыш экскурсия yollarında олып keçті. 18 yaşından başlap 70'ten ziyade yaşlı erkekler ve kadınlar Крым, Краснодар, Новороссийск, Пермь, Владимир, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тверь, Новосибирск ве Москва шәрлерінден келіп, 5-10-23 ве 42 километр месафеде ярыш кечірділер. Крым спортчылары 2 алтын ве 1 кумуш медалерні қазандылар. Өз 95 елығыны кефе шәрнан сакины Анна Зеленина қайт еті. Оны хайрламақ үшін бұтын ярымададан инсанлар, келелер, тәфсилатлар біздің левхамызда. Как я рад в этот юбилей вас сегодня обнять, поцеловать и от души пожелать вам крепкого здоровья. Өз доған күніні қайдеткен 95 яшлы битанын телефоны тынмай, қапысы қапатылмай, ұлы ватан женкі ветераны Анна Зеленинаны Қырымның чешіт көшелерінден қайырлайлар. Сойсаплары келе, достлары, яқынлары ве таныш біліш төшекөрлер білдірелер. Ярым асыр девамында о уйкен әмшіре вазифесінде чалышты. Оның үшін бүгінде миннидар хасталар телефона чалар. Люблю людей. У меня очень много друзей. Если бы вы знали, сколько сегодня было звонков. Onun tercümeyalı bütün Bulgar milleti oğrağan dehşetli takdirinin nümenesidir. Cenk yılları kadın artilleriya polkının serjantı edi. 1944 senesi Kırım'ını azat etkenden son Anna Aleksandrovna başka Bulgarlarla beraber yarımadadan sürgün etildi. Kırım'a tek 15 yıldan son kaytıp geldi. Cenk ve emek veteranı Anya Bita uzak ömür geçirmekinin sırlarını saklamay. Ona bu işte Kırım tabiatı yardım etti. Кушаю все подряд. У меня нет такого, чтобы что-то я не любила или что. Овощи, фрукты – это наша крымская еда хорошая.
Анна Александровна ось миллетінің урф-әдетлеріні сақламаға тырыша. Бүтін яшайышыны Қырымда кечергеніне бақмадан тиміз бұлғар тілінде лаф әте. Сой соплары она әр вақыт қол тұталар. Аня бита олар үшін орнектір. А сюда мы каждый год, я себе дала такое, что я, пока она живая, я буду ездить сюда каждый год. Қартны қайырламақ үшін кефе мемориеті елбашчысының муавины ве Девлет милетлері комитетінің векелері келділер. Олар Анна Зеленина пек позитив ве ғайретлі инсан олғаныны қайдеттілер. Яш неsil бұны огренмек керек. Государственный комитет по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым подарил Анне Александровне фотоальбом «Народы Крыма», где есть фотография ее тети. Она очень обрадовалась этому событию. Она хранительница традиций и обычаев болгарского народа. Эпосы мусафирлер хартха хави сағлық тілеп, оның юс елігіні да хайдетмеге үмітлеріні сеслендірділер. Хайырлавлардан сон Анна бита мусафирлеріні байрам софрасына давет етіп, милли булгар емеклерінен сыдады. Султанеси Такаева, София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Милет телеканалының хадимлері де хайырлавларға қошулалар ве қави сағлық тілейлер. Муим вақалар яда проблемли вазиятлер ақында қошма еді 36-52-99-97-95 номерға телефон ачып айта білесіңіз. Егерде хаберлерінің жанлы чықышына қачырсаңыз, оларны Facebook, ВКонтакте ве Одноклассники ичтимайығыларда бақа білесіңіз. Бұл ноқтада яйнымыз сонына етті, евленіңізде дайма ұйғынлық ве севгі мұйты оқым сұрсын. Біз әлі олыңыз.